Футбол бұл өмір, ал 13 сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. Бүгін біздің арнамыздан көретін жаңалықтарыңыз. Çalhanoğlu клуб ауыстыруға жақын. Криштиано Роналдоны неге бұлай әлемдік телеарна жерге таптады? Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып арнамызға жазылып отырыңыздар. Ал енді біз бастаймыз, кеттік. Кешегі ойындарға қысқаша тоқталып өтсек, достар, кеше Нидерланды ұлттық құрамасы Румыния ұлттық құрамасын шайнап жеп қойды десек те болады. Жалпы фавориттар көп жерде алып кете алмай жатқан, өзінікін аутсайдерлар жақсы ойнап жатқан. Кеше Румынияға қарсы Нидерланды өте тамаша ойын көрсетті және де 3-0 есебімен жеңді. Коди Гакпоның тамаша голынан бәрі де басталды. Румыния ұлттық құрамасы шабуылдап көрді, бірақ та деңгейлері жетпеді, ештеңе де шықпады. Нидерланды ұлттық құрамасы лайықты түрде келесі кезеңге ширек финалға шықты деп айта аламыз. Және де Түркия ұлттық құрамасында құттықтап бірден бастасақ болады. Түркия ұлттық құрамасы кеше Австрияға қарсы ойын өткізді. Австрия, өздеріңіз білесіздер, өте мығым командалардың бірі тактикалық тұрғыда. Кеше Австрияда Түркияда шабуылдаушы ойын көрсетті. Бір жаққа шығып кетсең, бір гол кіріп кететіндей бір тамаша ойын болды. Қайта шабуылдар болды. Бірақ та 3 гол болды. 3 голда бұрыштамадан кірді. 2-1 есебімен Түркия ұлттық құрамасы жеңді. Және де бұл ойында камбэк бола ма дедік. Түркия ұлттық құрамасының қорғанысы нашарлау болды. Бірақ 120 минутқа созылған жоқ. Бұған дейінгі ойындар сияқты. Түркия ұлттық құрамасын және де Нидерланд ұлттық құрамасын құттықтаймыз. Ширек финалдың соңғы ұлттық құрамалары кеше анықталды. Ал енді алда сәл ғана үзілістер болады, достар. Бізде Испания ұлттық құрамасы мен Германия ұлттық құрамасы ширек финалды бастайтын болады. Осы ойынға дейін үзіліс күтеміз, және де бұл тамаша ашылу болады, себебі Испания ұлттық құрамасы да, Германия ұлттық құрамасы да шабуылдаушы ойынды көрсететін ұлттық құрамалар. Ал енді бүгінде ертеңде жолдастық кездесулер бар неше түрлі, ал оған да бағымызды сынап көреміз десеңіздер, біздің осы 13 сектордың демеушісі Аденигс 13 сектор деген промокод беріп қойды. Осы промокод арқылы өтетін болсаңыздар, алғашқы депозит үшін 200 000 теңгеге дейін бонустар аласыздар. Бұндай мүмкіндіктерді жіберіп алмаңыздар. Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін осы видеоның астына сілтемеге өтсеңіздер жеткілікті. Интердің ойыншысы Çalhanoğlu Түркия ұлттық құрамасының ойыншысына Бавария клубы көз тіккен екен. Бавария өздерінің қатарларының қосқысы келеді, және де жалпы ұсыныстарда жасалған. Фабрицио Романоның айтуынша Çalhanoğlu'ды Бавария өз қатарларына қоспақшы, 4 жылдық келісім шарт ұсынған, және де жылына 8,5 миллион евро береміз деп дайын отыр. Бұл ақпараттардың бәрін бізге жеткізген Фабрицио Романо. Бұдан бөлек бонустарда берілетіні анық. Енді Çalhanoğlu'дың өзінің келісімі ғана қалды. Çalhanoğlu өзі келісетін болса, Интер клубымен Бавария келіссөздер жүргізеді, және де осы жазғы трансферлік терезеде Çalhanoğlu'ды Бавария қатарларына қосқысы келеді. Бавариядан бөлек Çalhanoğlu'ға Сауд Арабиясынан да қызығушылықтар бар деген ақпараттар да бар, достар. Словенияға қарсы өткен ойында Криштиано Роналду пенальтиді сала алмай қалғанын білесіздер. Сол кезде әлемдік деңгейдегі телеарна BBC Криштиано Роналду дегеннің орнына Мистиано Пеналдо деп жазған болатын. Пеналдо деп әлемдік деңгейдегі телеарна жазған деген өте ұят нәрсе сияқты меніңше. Бұған Джон Терри де Прис Морган да өздерінің уәждерін айтты. Бұл әлемдік деңгейдегі футболшыны қорлау. Және де жай анау-мынау арна емес, мемлекет қаржыландыратын мықты арнаның бұндай нәрсені шығаруы өте ұят нәрсе деді. Шынымен де өте ұят бұндай деңгейдегі ойыншыны қорлау, немесе бір ақысы бар шығар деп ойлаймыз. Енді Криштиано Роналдоға қандай бір өкпесі бар екенін білмедік. Прис Морганның өзі айтты, BBC ешқашанда Мессиді бұлай айтпайтын еді, басқа да ұлы футболшыларды бұлай айтпайтын еді. Неге Криштиано Роналдоны олай айтып отыр деген сұрақтарды туындатты. Криштиано Роналдудың өзі де ол ойында өзінің жолы болмағанын айтты. Әр мықты адамның да бір жолы болмайтын күні болады. Менің сол күні жолым болмады деді Криштиано Роналдо. Не дегенмен де, Криштиано Роналдо бірінші рет емес қой қателесіп тұрған. Қателестіктер болады. Кез келген футболшыда, кез келген қақпашыда бәрінде қателік болады. Бірақ та бұны әлемдік деңгейдегі телеарна мынандай масқаралап жариялау өте қате,
ұят нәрсе сияқты. Сіздер де өз ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарияға жаза отырыңыздар. Достар, бүгінге осы, бізбен бірге болыңыздар. 13 сектор арнасы сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арна, достар.